Егер де достар тапсырманы кім орындай алмай қалатын болса, сол адамның көтенінен жандыратын боламыз. Менің қожақан екінші группта кетті. Давай. Ауылға келгенбіз. Өзің оқып берсейші. Қақпаға 4-5 адам тұрғызып гол салу. Сейчас настройда. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Friction және менің қасымда Нина, сәлем әлем. Достар, бүгін біздер деген Нина екеуміз заданияға ойнайтын боламыз. Яғни екеумізде 10 задания бар. Егерде кім ұтылатын болса, сол кісінің көтенінен доппен тебетін боламыз. Ауылдағыдай ғой прямо. Бізде осында 2 конверт бар, ішінде задание 10-10-нан. Оны ашып, біреуін алып, біз задание орындаймыз. Осы видео сіздер болсаңыздар, лайк басуды және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал, давайте. Достал меня уже. Короче, мына заданияларда кім бірінші орындайтынын біздер дейтін сулифа арқылы шешетін боламыз. Давай. Сулифа. Давай. Нина, оқа. Преске қарсы гол. Это получается сен бүйтіп жүгіресің. Короче, жоқ, бір ворота болады, короче. Мен защитник болам. Маған қарсы гол саласың. Түсіндің ба? Саған қарсы? Маған қарсы. Саған да тұрасың? Жоқ, мен саған шабам. Сен мені алдап, воротаға тигізу керек. Алдап, мен алдай алмайым ғой сені. Давай, білмейміз, ұтылған адамның көтеніне жандырамыз. Давай, қартет прям бәңгер. Давай. Болды. Так, достар, ендігі кезек Нина маған тапсырмалар таңдап беретін болады. Өзі білетін сияқты ұзақ жазғаны, Блин, воротаның маңдайшасына 3 рет тигізу прикладнияға. 3 рет? Иә. Нормально. Жоқ, 3 попытка болады да, сол 3 попытканың біреуінде тигізу ғой, короче. Нормально, давай, қалтаға салып қойық. Достар, мен қазір прикладнияға тигізетін боламын. 3 попытка бар, 3 попытканың біреуінде тигіз алатын шығармын, наверное, либо мына көзім көрмей тұр, достар. Давай, Жасқа воротаның басына тию керек 3 рет. 3 попытка бар. тигізем. Блин, ажарына тиіз. Блин, ең тигізем. Так, достар, мінекей, Н деп жазып тұр, значит, бұл Нина деген сөз. Так, Нинаға. Так, өзің оқы ал. Сюрприз қақпада тұрады. Мен вратар оламын, короче, достар. Вратарға ол дейтін тебетін болады. Зор екен. Енді Диасқа задание. Ана. Қандай тапсырма? Достар. Диас оқи қоймызы. Қорғаушыға қарсы гол соғу деп жазыпты, достар, мені көріп тұрсыңдар ма? Давай етіп қалдым. Өзің оқы. Ашық қақпаға гол салу. Телефонның бастауыш дайындалып жатыр, ашып таратып жатыр. Тікете бе, кішке жоқ, наяқта дейміз кішке. Давай қойшыйды. Балын шығарып жатыр деп отырсың ба? Тебер.
Нина мені әзірше ұтып жатыр достар. Мә. Қиын ба? Күшті прям. Өкшемен гол салу. Өкше етіп мына жер. Достар, біздер деген қазір өкшемен қалай гол салу керек екенін көрсететін боламыз. Дайынсың ба қақпашы? Осылай ғой просто. Или былай тебейін бе? Солай тепшеш. Удар қатты болады. Дайынсың ба? Ыңғайсызға былай қарай кетіп қалады, топ бар ғой. Былай тепке ма? Ыңғай ғой. Солай тепшеш. Бір, екі, үш. Болмады өзіге. Тебе алмады. Нинаның тапсырмаларын көретін боламыз. Нина, давай, дайынсың ба? Жоқ, сен көріп тұрсың. Мә. Давай. Қолмен гол салу. Бізде достар Нинаға бәрі болады, тек маған басқа. Менде ең... Футболда жоқ қой қолмен гол салу. Нету там? Бар. Қолмен? Иә? Футболда ондай правила жоқ сияқты. Бар ойч, оператор. Бар. Ана бар деп жатыр, болды, давай. Сам болады ғой. Қолмен қалай нестеймін? Пенальтиден сразу осылай лақтырасың. Оператор алмайды. Сен лақтыр... Жоқ, қалай лақтырасың керек, былай лақтырасың. Көр өзің. Почему аяқпен көтеремін ба? Или просто қолмен ала беремін ба? Былай көтере алмайсың ғой сен. Көтер ал. Аяқпен көтерем дейді ал. Ойбай. Болмай ма екен? Точно обязательно. Бір, ек, и. Ал мінеге. Давай. Қолдау қайда жіктер, еба. Қолда жігіттер. Үші болсын, попытка болсын, еба, давай. Үшу дейді, үшу. Давай. Үш попытка. Давай. Нет, я на қасышын қаттым да. Әнеки. Слабый. Зор екен. Океан. Еба, баратар көрмей қалыптын ғой. Нечестно кетті ғой. Нет, честно, нужно смотреть. Да? Варатар қолда отырған жоқ па Нинаны? Варатар қолда отырған жоқ па Нинаны? Баратар. Так, достар. Енді маған тапсырма таңдап беретін болады. Давай, Нина, маған нормально тапсырма берші. Бір қолмен, бір гол салатын, ашық баратаға дейтін. Короче, 3 қорғаушыға гол салу. Значит, бір барата 3 қорғаушы тұрады, короче. Уже дайындық жүріп отыр. Аяқ бутсымен көп ойнамаған ма? Болмай қалды. Зор кетті фин. Фин болғанмен жүрмей тұр үші. Нинаның тапсырмалары. Дайынсың ба, Нина? Дайын. Жел ұрып отыр ғой кәдімгі. Ашық қақпаға гол салу. Тағы да. Нормально келесің. Үшке нөл отайын өтсіз ба мені сонда? Сала алмай қал. Мына выйти, мен оны қолдаймын, мен қолдамайды вообще. Достар, ашық баратаға гол салам дейді қызымыз. Көрейік ал. И жоқ. Слишком я не хочу. Көрініп тұр ма? Нинаға қарсы. Дайынсың ба? Жеге мына 7 деген сан бостан бос емес. Бұл Нинаны ұту үшін салған болды 7 деген. Давай, дайынсың ба, Нина? Давай, come on. Артына. Ішке бір жақсы, ничего. Иди пока еще. Достар. Айтыңызы жоқ уже. Так, открытка.
Можно мы это обрежем? То же самое вышло. Давай, ашық барата, дайынсың ба? Саған ашық барата сайын отыр, давай. Қолдау көрсетіңдер, подписчиктер. Давай, Нина саған қаншама адам қолдау көрсетіп отыр. Давай. Бір. Екі. Ебау, төртке бір ма? Төртке бір, айттың ғой, мен же емсемін деп. Давай, нақтың ма? Давай, телефон еғанда. Бар. Так, бізде достар. Қайда? Бар. Нешеу қал? Екеу ғой. Ну, изи ма. Қақпашымен бірге бір дейді. Қойшы достар, менге бірге бір қақпашымен ман. Мен ілтсей салам қазір, чаппай алып қонбаған бар о. Туғаларды алдайсың бе жәлер. Кішкен балдарды кішкене қандарын жүргізіп кішкене ше. Бірден. Екі, ну, ты пока этот екіге отстаешь. Қазақша сөйлесе, бауырым, Қазақстанда тұрғысында. Сенкі екен. Рус учет қой, достар, білесіз, тайын шығарсыңдар, ә, рус учет. Мә, ала қой. Так, Нинаға тапсырма. Так, ұзағын берейінші берем, бар ма? Ашы қақпаға гол салу, то же самое. Ауылға келгеніміз көп Шіріп әтір. Ош. Зор екен бе. Оқиям? А? Соны айтам. Менің последний заданиям не? Көресің. Қиын ба? Қиын негізі. Қайда жіберейін мен? Давай. Өзің оқып берсейші. Қақпаға 4-5 адам тұрғызып гол салу. Өзіңден ма? Гол емес па дейді, да? Гол. Гол. Последнее задание. Дайынсың ба? Не деп ойлайсыздар? Қағатағы гол салу. Қайттан ба? Жоқ, қайтты. Гол! Түкірмей ақ қойын, ә? Түкірім көрейіксің. Ютуб үйлерін түкірі қалай отыр. Түкірім бе? Түкірі сала алдыңда. Міне. Ол зерттеп отыр ғой. Бақысы екен, ә? Ю деген әрі өрмекен. Ю. Қолмен ұстап демесін ба болмаса? Тирик. Қолына ұстап жоқ, қолына ұстап тұр. Руку держи, мяч отпускаешь, пинаешь. Страшно істеп кетті ғой негізі. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басуды және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де достар, бізден тағы да осындай видеоларды қаласаңыздар, не істеу керек, подписчиктер? Подписывайтесь, колокольчикке басып, келесі видео күтіп. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Зефрикс және де Рус.
Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Давайте.